Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la жақсы көремін жұмысын. Бұл ең айтатқа өртің таза болсан, жерің таза дейді да. Ошон үчүн кесип тамладым шу иште. Бұл қолыңыздағы пакет, фонарик эмнелер буга туруп айтпайсызбы? Бұл фонарик жолду жабып барат да. Жабылып, Bismillahirrahmanirrahim. Баштығыңызда эмнелер бар? Иә. Баштықта, пакетте. Бұл башта мен еттен кейін заптырғым болады. Онсай барып, еттен тамақтан бай, соқ барып тамақтан алып. Арағыз, мұнакей жұмысқа жөніп кеттік анда. Күнде ушинтип каттайсызбы велосипедмен? Ооба, велосипедмен тынбай. Өзү машинамыз бар, только мен участкамды чоңураак үчүн сал эсеп коем да. Анда аттак болсом жетишпей калат да. Бұл маған не дегенде тренировка болып қалғанда, мен құшы жайын, велосипедмен келемін. Өзіңіздің машинаңыз бар, өзіңіздің машинам болған үшін мен әрекет қыламын да, өзіме жауып түспесін, ұшы жермен таза болса өзім үшін жақсы да. Тем более центральный жер екен. Ооба, бұл центральный көчө, ошо бир тазалап алсак, бул чоңдорго жауып түшүп калышы мүмкүн дейм. Айлыққа, мисалсын жетпейді да, жетпейді, еш қачан. Аз мен 10,5 мың алсам, 10,5 мың ештеге жетпейді да. Атам айтып қалғанда, көрпем тастам, пұтым ашылады, пұтым жасам, башым ашылады дегендей да. Үшінші айлық көтеріп қойса жақсы болады деймін да. Жақсы мақтап кетеді, ошонсын қызық та. Сілердің менетіңер ақ, тазалық, таза іштейсіңер, сілердің пешенің ақтайды. Ошон түрі сүйіндіріп қойып елдерді. Ошон сүйінілі іштейбіз да біз. Қапалған үшін тазалау? Жоқ, қапал болған жоқ. Болады еме кейде болып қалады да. Қандай мысалы? Мысалы сен үшеде іштегіче Москвада іштебейсің дегендер болғандар бар да. Мен Москва барғаным менен, аяқ барғанда мен жетпей қалады. Аз мысалы сен квартираң 15 мың, тамақ ашың бар, бері досторың бар. Ошон мысалы сен айлыққа жетпейді аяғам. Ошон күндер болды. Мен айтам, инсан таштанды таштабайгыла, тазалап қойсаңар өзіңе сооп болот, Алла Таала разы болот деп айтам да. Анан кээде сен милдетиң деп кеткендер бар да. Сен милдетиң. Эң бир инсандар бар, алып койгондар бар. Мен Кудай Алла разы болсун кам, ниетиң болсо максатыңа жет деп коебуз биз. Ошо бизге кичине жардам болгондар болду. Эми ушу Bizim kızık okuyağız var, bağa keçkün işteydi. Keçkün iştegenler bağa kolun gelişince yardım verir bizge. Kimler? Hem kaysi insanlar
болот да эми, ишканадагылар болот. Ошол колуна келишинче бизди кубандырыш үчүн кофе, булочка, сулочка алып келгендер бар да. Ошентип биз ушуга сыймыктатып калабыз да. Эң сагын кылган, эксан кылганга үчүн биз сүйүнүп калабыз. Биз дуасын беребиз, Алла Таала ыраазы болсун деп деген сөздөр болот да. Эртең мененки бригадада 16 жумушчу бар. 16 жумушка ар биринин өзүнчө участка бөлүнгөн. Эртең мененки саат алды 4:30 келет. Шаарда жашагандар, азыр шаардын четинде жашагандарды өзүбүздүн бир техникабыз бар, алып келет. Саат 5-тен баштап уже жумуш башталат. Бардык участкасын саат 8ге чейин уже тазалап бүтүшүбүз керек. Негизги ушул милдет да биздики эртең мененки таза шаарды тазалап калышыбыз. 8дерден кийин уже элдер көбөйүп кетет. Ошон үчүн эрте баштайбыз бардык нерсеничи. Уже saat 6'dan başlap çoğ maşinaların musurdu ala başlaydı. Toptalan musurları da alad. Assalamualaikum. Qandaysız? Her bir iştin özünün tүйшүгү бар. Ошол сиздер ыргыткан бөтөлкөнү, сиздер таштаган таштандыны өзүбүздүн атабыз, энебиз ушинтип таң атпай туруп алып саат 3төн бери тазалайт да. Ошон үчүн сиздерди дагы ушунчалык бир мындай тазалыкка чакырам. Мүмкүн болушунча таштандыларды көчөгө таштабай, туш келүү жерге ыргытпай, атайын урналарга таштасаңыздар, биздин ушул тазалык ишканасына чоң жардам кылган болосуздар да. Ушул биздин атабыз менен, апабыз менен тең адамдар иштешет, эңкейип, мусурларды жерден терип алышат. Ошон үчүн мүмкүн болушунча ушулардын мээнетин баалап, колдон келишинче тазалыкты сактаганды чакырам сиздерди.